Қайырлы күн аталы сөзді ардақтаған, сөз қадірін жоғалтпаған, сөзді тілге тиек еткен, киелі маңғаз, Маңғыстаудың білгірде шешен ұстаздарымен һәм Алаштың арландарымен арулары. Мен Жаңаөзен қаласындағы нөмір 20 жалпы білім беретін мектебінің 8-ші сынып оқушысы Өмірбаева Азизам, жетекшім Дүйсенғалиева Айдана. Менің жобамның тақырыбы Green School. Менің бұл жобадағы басты мақсатым өзімде ерікті жандарды іздеу, экологиялық мәселелерге белсенді түрде атсалысу, экологиялық тұрғыда жаңа көзқарас орнату, эко-белсенділікке шақыру. Табиғатты аяла адамзат. Жалпы сіздердің көкейлеріңізде экология, эко-белсенділік деген сұрақ туындауы мүмкін. Менің ойымша экология, эко-белсенділік дегеніміз экологияға бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып әрекет ету болып табылады. Жалпы менің түсінігім бойынша экология дегеніміз біздің қоршаған ортамыз. Қоршаған ортаны зиянды заттарымен оны тазалатсақ, ертеңгі күні жас өрен ұрпақтарымызға, ата бабаларымыздан мирас болып қалған жерімізді аманаттап табыстаймыз. Осы орайда мен осы қағиданы 3 түрге бөліп қарастырған болатынмын. Біріншіден, табиғат, ол біздің ата мекеніміз, мирас болып қалған жеріміз болып қабылданса, ал екіншісі табиғатты қорғау адам заттың бойындағы үлкен қасиеттің бірі болып табылатынын қысқаша түрде баяндаған болатынмын. Ал үшіншіден, жеткіншекке экологиялық тәлім мен білім беру нәтижесінің қандай түрде жеткізетінін түсіндірген болатынмын. Осыған орай біздің мектебімізде экологияға байланысты Green School атты ұйым ашылған болатын. Бұл ұйым тікелей экологияға байланысты экологиялық белсенділікті біз осы ұйымнан көрген болатынбыз. Жетекшім Дүйсенғалиева Айдананың бастамасымен бұл ұйым өзінің нәтижесін берген болатын. Қазіргі таңда экология ел тағдыры демекші, мен өзімнің ұстазы жақсының ұстанымы жақсы деген қағиданы бойыма қалыптастырып, осы идеяны жүзеге асырған болатынбыз. Жалпы біздің ұйым жайында ақпарат айта кетсек, біздің ұйымның негізгі ұстанымы ретінде бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып әрекет етуді қалыптастыра алдық. Қазіргі таңда біздің санымыз аз болғанмен сапамыз өте жоғары. Өйткені біз қарқынды түрде дамып келе жатқанымыз сөзсіз. Ал бұл біздің ұйымымыздың негізгі логотипі болып табылады. Логотипте бізде жапырақ бейнеленген, жапырақты біз жапырақ кеңінен жайылсын деп ырымдап, жалпақ тіл айтатын болсақ, істеген болатынбыз. Ал бұл ұйымның негізгі мақсаты ретінде қарастыратын болса, мен осыны 5 түрге қарастыра алдым. Біріншіден, бірлесіп тіршілік иелерін аман алып қалуға жағдай жасау. Екіншіден, бір жерден қол, бір жағадан бас шығарып әрекет ету. Үшіншіден, экологияны сақтау үшін аянбай еңбек ету. Түрлі акциялар Қазақстаннан қалыс қалмау. Бесіншісі, экология қалдықтарға екінші өмір сыйлау. Ал сіздерге бұл біздің экологиялық ұйым қызық болып жатса, бұл біздің әлеуметтік желіде, яғни Instagram парақшамызға қарап өтсеңіздер болады. Бұл біздің парақшамыз ерікті болу, жаңа әлемді тану деп біздің еріктілердің бойына қалыптасқан болатын. Мектебімізде ұйымның әлеуметтік желідегі экобелсенділікке шақырудағы алғашқы жолы ретінде қаланған парақшамыз. Жалпы ұйымның негізгі миссиясы жұмыла көтеруге жүз жеңіл демекші, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып әрекет ету болып табылады. Бұл біздің парақшадағы бейне материалдарға назар аударарсыздар. Енді еріктілік халқымыздың шынайы болмысы дей келе, біздің ерікті жастарымыздың бастамасымен біздің ұйымдың тікелей нұсқаулығы пайда болды. Бұл нұсқаулықты шығарғандағы мақсат мүддеміз жас өрен ұрпақтарымызға үлгілі болатындай экологиялық мәселелермен күресуге мағлұмат беру болып табылады. Ал бұл біздің нұсқаулықтың түп нұсқасы болып табылады. Осы нұсқаулық біздің оқушылардың бойында қалыптасқан және осы нұсқаулық бойынша біз жұмыс атқарып келеміз. Бұл нұсқаулық бізде 3 түрге бөлінді, яғни табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланыңыз, антропогендік фактордан аулақ болыңыз, экологияға зиян тигізетін қалдықтарға екінші өмір сыйлаңыз. Ал осыны біз қорытындылап, түп тамырын сүбелі сөз арқылы жеткізу мақсатында табиғат тау бесігін аяла қорғай біл, тазалығын сақта, экология ел тағдыры ретінде қарастыра алған болатынбыз. Біздің ұйымның өздерінің қолтаңбасы ретінде пайда болған қолтаңбаларын сіздерге назар салып қарасаңыздар, бұл біздің ұйымның қолтаңбалары, бұл біздің ұйымның мүшелерінің қолтаңбалары. Қолтаңба ол біздің мәңгілік есеп болып қалады. Яғни ол ертеңгі күні мектеп түлегі ретінде атанған біздің алғашқы Green School ұйымының түлегі ретінде қалыптастыру мақсатында бұл қолтаңбаны өзіміздің жадымызға сақтаған болатынбыз.
96 сөздің тобықтай түйіні, яғни қорытындылай келетін болсақ, адам табиғаттың ажырамас бөлігі. Табиғат адаммен екеуі егіз ұғым болып табылады. Адамсыз табиғат, табиғатсыз адам өмір сүру мүмкін емес. Әрбір тұлға өз еркімен табиғатқа риясыз қамқорлық жасай алады. Жұмыла көтерген жүз жеңіл демекші, әрбір мектептерде сынып сағаттарында не болмаса экологиялық белсенділікке шақыратын волонтерлық ұйым ашылғанын қалаймыз. Және де бір ел тұтас ұлт болып әрекет етсек, оның берер бізге мағынасы зор болары сөзсіз. Ал осы жобадағы менің ұсыныстарыма назар аударатын болсақ, біріншіден әрбір мектептердің сынып сағаттарында экологиялық мәселемен күресу нәтижесінде сөз қозғалса, екіншіден экологиялық акцияларға бірлесе атсалысу, үшіншіден эко-белсенділікке шақыру, яғни біздің мектептегіндей Green School, жасыл мектеп секілді ұйымдарды басқа мектептерден көре алсақ, яғни бірлесе атсалысу нәтижесінде біз жаңаша ниетпен даму үстінде қоғамның өзекті болған тақырып, яғни экология мәселесін шеше аламыз деп ойлаймыз. Төртіншіден, әр мектептерде экология ұйым ашылса, бесіншіден экологиялық қалдықтарға екінші өмір сыйлау. Яғни эко-белсенділікке шақырудың тағы бір амалы ретінде қалдықтарға да белсенді өмір сыйлауды қарастыра аламыз. Назарларыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.